Всем привет, қалайсыздар? Кеше сториске мүлдем уақыт болмады. Алдында назеркелер келіп, оларды шығарып салып, сонымен кеше полный үй жинадық. Енді бала шаға болған кейін, что түсінбей жатыр. Мен бүйтіп түсірмекші. Это менің оң жақ, менің ракурсым емес. Сол жақ менің ракурсым. Айтыңыздаршы, қараңыздаршы. Как я красиво. А тут негізі қыздарды айтыңыздаршы, ракурс деген болады ғой. Вот менде рабочая сторона осы. То есть рабочая сторона. Жүрегім, қалайсың жаным? Жақсы. Жақсы дейді. Екеуміз де осылай үйге киетін киім алып, күштіліп киіп жүрміз. Өзім киіп жүрмін ғой, үйге киіп жүрген бәрін де өзімізде. Қалайсыздар, қайырлы күн. Андай болып жатқан жоқ қой, инстаграмда саусақтар. Тикток, инстаграмда ашқызып шыға береді әйтеуір. Содан қазір кірмейтін болдық. Дұрыс қой, тренд қой. Меня покажи. Деп үшін, короче, бүгін біз әлі тамақ жасаған жоқ әйелім. Бүгін асқабақ істеп қойды. Айтыңыздаршы, асқабақтың бетіне тұз себеді ма или қант себеді ма? Кому қатты? Екеуміз спорт етіп отырмыз ше. Мен кішкене тұз себіп дәмін кіргізсем ба деген. Мынау айтады, қант себеміз дейді, соған келісе алмай отырмыз. Кейін жемей отырмыз дейді. Қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Менде неше күн нормальный ұйқы болған жоқ, сол бүгін бір шаруаның бәрін кейінге қалдырып, бүгін бір демалып қайтайын деген ойым бар. Құрбыма рахмет, сергіп қайтайықта деп мені шақырды, жарайды дедім. Айтпақшы. Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Не жаңалық, не хабар, не істеп отырсыздар? Күн жақындаған сайын бір мандраж ба, немене бір қызық бір ощущение болып жүр. Құдай қаласа бөлісетін боламын, қандай жаңалықтар екен. Аз ғана күндер қалды енді. Міндетті түрде салатын боламын. Стористарды жіберіп алмаңыздар, посттарды жіберіп алмаңыздар. Өте керемет жаңалықтар болайын деп жатыр жақын арада.